Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай керемет, дәмді болып шығатын құймақты торттың рецебімен бөлісетін боламын. Олай болса менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріп, пікірлеріңізді қалдырып, ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп жазыла кетуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен құймақ жасаймыз. Ыдысымызға 4 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз және 3 ас қасық қант салып, барлығын осындай венчикпен жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегіне жүгінсе де болады, бірақ венчикпен осылайынан тездетіп жасауға да болады. Және де үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Салқын болсын, жылы болсын құя берсеңіздер болады. Барлығын осылайынан жақсылап араластырып, үстіне електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Қанша керектігі мөлшерін бәрін видеоның астында описанияда көрсетіп кететін боламын. Ұнды осылай араластыра отырып, венчигімізбен араластыра отырып, ұнымыздың барлығын салып, осылайынан қатты қоюланады. Сол кезде үстіне 3 ас қасық сұйық май құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Қоюлау болады. Соның үстіне бір жаңағы қайнап тұрған бір стакан суды құйғанда осындай әдемі болып шығады бізде құймағымыз. Күнделікті жасап жүрген құймақтарыңыздың бұл құймақтың ерекшелігі кішкене қоюлау болады. Себебі осындай құймағымызды пісірген кезде жаңа қоюлай болып, торт болғандықтан кішкене сәл қалыңдау болғаны дұрыс. Мінекей осылай кәдімгі құймақты пісіргендей ешқандай қиындығы жоқ. Осылайынан барлығын пісіріп аласыздар. Менде осы рецептпен 20 штуктай шықты. Сол 20 штукпен тортымызды жинайтын боламыз. Мінекей барлығын пісіріп болдым. Осындай әдемі болып шықты. Қатты жұқа емес, мінекей осындай қатты қалың емес, әдемі болып шықты. Енді тортымызға біз кремімізді дайындаймыз. Кремге мен жаңағы кілегей, 33% кілегей 200 граммдай қолдандым. Ең алдымен миксердің төменгі көрісімен бастап, одан кейін кішкене көбейтеміз жылдамдылығын. Үстіне қант ұнтағын салып, дәміне қарай, бұл жерде менде 50 граммдай салдым. Барлығын жақсылап кілегейіміз қоюланғанша миксерден өткізіп, кішкене қоюланғаннан кейін үстіне творожный сырымызды салып, барлығын жақсылап осылайынан крем болғанша миксерден өткіземіз. Мінекей менде осындай әдемі қою дәмді крем шықты. Крем өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жай қаймақпен қант ұнтағын салып, араластырып жақсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай кремін қолдансаңыздар болады. Мінекей мен осылай жақсылап өткіздім миксерден араластырып, осындай әдемі қою крем шықты менде. Қараңыздар. Енді біздің тортымызды жинаймыз. Мен тортты әдемі бір келкі ғып жинауға кольцоның көмегіне жүгіндім. 24 диаметрде қойдым. Біздің жаңағы құймақтарымыз 20 штук шықты. Соны барлығын енді тортымызды әдемілеп жинайтын боламыз. Ең алдымен жаңағы құймақтарымызды әдемі бөлігін сыртқа қаратып, дәл осылай видеода көрсеткендей кольцомыздың ішіне салып шығамыз. Осылайынан салып болғаннан кейін астына бір құймағымызды салып, енді жаңағы дайын тұрған біздің кремімізді бір жарым ас қасықтан салып, осылайынан бір келкі етіп, жұқа етіп жағып шығамыз. Осылайынан жағып видеода көрсеткендей
жасасаңыздар болады. Осылайынан жағып болғаннан кейін үстіне тағы да екінші құймағымызды саламыз. Дәл осылайынан тортты жинап болғанша жалғастырамыз. Мінекей тортты жинап болдым десем де болады. Енді осылайынан жаңағы үстінден тұрған құймақты осылайынан беттерін жаба қоямыз. Болды. Ешқандай қиындық етпейді. Өте оңай. Осылайынан әдемі торт болып шықты бізде. Әдемі және өте дәмді. Әсемдік үшін бір құймақ қалған екен менде. Соны орап осылайынан кесіп алдым да, енді бетіне қойдым. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Менде таусылып қалыпты қант ұнтағым. Осылайынан әдемі болып шықты. Менің ағама, жолдасыма барлығына ұнады біздің құймақты тортымыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса бөлісуді достарыңызбен ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.